Бисмиллах. Алғашқы МКМдан бастайық. Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Бұл жерде қазір кішкентай қыздың шапаны. Алдындағы қазір көрсетіп тұрған лекала бойынша өзіме керекті бір жастағы қызға арналған лекаланы қиып алдым. Бір дана артқы бойынан, алдыңғы бойдан екеу, қалтадан екеу, негізгі матадан екеу, астардан алдыңғы өңіріне керекті жерлерін осы жерде көрсетіп қойдым. Толық дублериндейтін жерлерді дублериндейміз. Алдыңғы бойды дублериндейміз, мойын өңірін дублериндейміз және мойынды жағасын дублериндейміз. Ал мыналар етектері, астыңғы бөлігі. Кесілмей қалған бөлшегін кесіп алып, сізге осылай болады деп көрсетіп жатырмын. Негізінде кесіп дайындап алдым. Мынау астыңғы бөлігін осылай 70 сантиметр қылып бүктеген кезде қырқып аламыз. Негізгі бөлікті және астар бөлігін дайындап аламыз. Дублериндейтін маталарды осы жерде көрсетіп жатырмын. Бөліктер мынау жаға, алдыңғы бой, мойын өңірі барлығы дублеринде алынады. Толық. Мына жерде мен көрсетіп қойдым. Бағанағы пішіп алғаннан кейін қалыңдату үшін синтефонды да кесіп алдым. Осымен бірдей қылып, осы үлгілерге сәйкес астар бөлігінде етек жағын, ал жоғарғы бөлігін негізгі матадан қылып кесіп алдым. Мына жерде дублеринделген дайын түрін сізге көрсетіп жатырмын. Етегі осылай бір қосамыз. Осындай бөлшектерден тұрады. Кесіп дайындап қойдым. Мыналардың барлығы синтефонды алып дайын тұр. Негізгі бөліктерін осылай үстін сызып аламыз. Сол арқылы қазір сырып тігеміз. Осылай инелеп аламыз және де сырып тіккенді орта бойдан бастаймыз. Содан кезегімен арғы шетіне қарай тіге береміз. Сол кезде созылып кетпей, жиырылмай дұрыс тігіледі. Осы жерде көрсетілгендегідей қылып сырып тігесіздер. Өздеріңізге қажетті өлшемде. Мен жеңін тек сызық-сызық қылып сырып тіктім. Ал көкірегін, арқасын, алдыңғы бой, артқы бойларды ромбик қылып сырып тіктім. Мына жерде кішкене жоғарғырай көтеріліп кетті, көрінбей қалды. Алғашқы МКМ болғандықтан сіздерден қолдау күтемін. Ондай олқылықтар болып тұрады деп ойлаймын. Осылай сырылып тігілді. Жеңі
екі жеңінде тігіп аламыз. Мына көкірек, өңір, арқасы, артқы бойы осылай тігілді. Мына астар бөлігі тігілгенде осылай шықты. Астар бөлігін әдейі сырып тігілді, себебі бет жағындағы негізгі бөліктен етек жағы әдемі емес болып төгілмей көрініп қалмас үшін. Ал мына жерде астарын дублирленген жермен біріктіріп қосып тігеміз. Көкірек бойын, алдыңғы бойды көріп тұрғандарыңыздай инелеп алсаңыздар болады, немесе көктеп алсаңыздар да болады. Бұны тіккен кезде көкірек бойы болғандықтан отырғызып тігесіздер. Отырғызып тіккенде қазір тігіп отырып, екі шетінің өлшемі асып кетпей дұрыс тігілуін қадағалайсыз. Инелерді алып тастадық. Осылай үтіктейміз. Артын ашып, осылай үтіктейміз. Екі жағында тігілді, үтіктелінді. Дайын кезде, дайын түрі. Ары қарай енді алдыңғы бой мен артқы бойды қосып тігеміз астарын. Жанын, иығын осылай тігіп аламыз. Бірінші инелеп аламыз, ары-бері жылжып кетпес үшін. Немесе көктеп алсаңыздар да болады. Мына жерде мойын өңірін алып, алдымен көктеп тігіп аласыздар, дұрыстап отыруы үшін. Тіккен кезде ары-бері қозғалып кетпес үшін. Осылай машинамен бастырып тігесіздер. Мен камерам кішкене тұрмай тұр, ары-бері жылжып. Қайып етпестер. Алғашқы сабағым болғандықтан ондай болады деп ойлаймын. Минустар. Осылай тігіп алғаннан кейін көктеген жібімізді алып тастаймыз. Дұрыстап алып, осылай реттестіріп, үтікпен ашып, үтіктеп аламыз. Осылай бір-бірін қосып алған кезде дұрыстап тігістерін бірде келтіріп барып, инелеп тігу қажет. Сол кезде сұлу, әдемі болып көрінетін болады. Осылай қосып тігесіздер. Екі жағында. Мына жерде екінші жағында дұрыстап ашып алып тігіп шығамыз. Мына жерде жеңді әдемі отыру үшін 0,05 қылып тігіп шығып, шетінен сол жіпті тартып жиырып қоямыз. Сол кезде жеңді отырғызғанда дұрыс отыратын болады. Осы жерде көрсетілгендей
осылай әдемі болып шығады. Шетінен тігеміз, біріктіріп. Одан кейін астыңғы бөліктің алдыңғы бой жағында біріктіріп тіксек болады. Бағанағы жеңді отырғызу үшін астыңғы қолтығы жағын бірінші біріктіріп аламыз. Одан кейін жоғары жақтағы өзіміз белгілеп қойған шетті жоғары жақтағы тігіспен, иықтың тігісімен біріктіріп аламыз. Сөйтеміз де дұрыс отыру үшін алдымен қолтығы жақтан бастаймыз. Қолтығы жағын бірінші тігіп аламыз, астыңғы жағын. Сосын жоғарғы жағын бүрілген шеттерімен бәрін біріктіріп, әдемілеп отырып тігеміз. Айналдырып отырып. Оңғаратып, осылай болып шықты тігісіміз. Жеңді отырғызған кезде осылай әп-әдемі отырды жеңіміз. Екінші бетіндегі жеңді де солай отырғызамыз. Отырғызғаннан кейін астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігін мына жерде қосқанбыз. Бүріп барып, сосын барып бір-біріне сәйкес келетіндей қылып біріктіріп тіктік. Біріктіріп тігіп алдық. Осылай әп-әдемі болып шықты. Ал енді мойындағы жағасын тігіп алу үшін бірінші ортасын тауып аламыз. Екі жақ бетінде инелеп аламыз. Сөйтіп ортасын бір-бірімен оң жақ беттерін беттестіріп, ортасын инелеп қоямыз. Басқа жақтарында жылжып кетпес үшін жиі-жиі инелейміз. Машинкамен 0,5 қылып бастырып шығамыз. Одан кейін инелердің бәрін алып тастап, артық жібін қиып, насечка жасаймыз. Насечка жасағаннан кейін осы тігілген жерлердің бәрін ашып тұрып, үтіктейміз. Оңғаратып, тағы да бастырып үтіктейміз. Жағасы жату үшін. Негізгі бөліктердің алдыңғы бөлігі мен артыңғы бөлігін қосамыз енді. Сырылып тігілген жағын, иық жағын және жан шетін инелеп аламыз бірінші. Инелеп алғаннан кейін тігіп шығамыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай бір шет иығын тігуді ұмытыппын. Қайта инелеп алып бастырып тігіп шығамын.
алдыңғы бой мен артыңғы бой негізгі бөліктері қосылды. Осылай әп-әдемі болып шықты. Қосылған тіккен жерлердің барлығын осылай ашып тұрып үтіктеп шығамыз. Ал жеңді әуелі 0,5 қылып жоғарғы жақын тігіп шығамыз. Жең жақсы отыруы үшін. Осылай тартып, астыңғы жібін тартып, осылай жиырамыз. Сонда осылай әп-әдемі болып, томпиып жиырылып шыға келеді. Оны дұрыстап распределять етеміз. Жиырылуын әдемі тұру үшін. Осылай әп-әдемі болып форма шығады. Сол жеңді енді біріктіріп тігеміз. Сонда осындай әп-әдемі жең шықты. Оны енді алдыңғы бой, артқы бойды қосқан жеріне біріктіріп тігеміз жеңді. Жеңдердің бәрін тігіп болғаннан кейін мойын өңірін, жағасын тігеміз. Әуелі жеңді отырғызып тігу үшін осылай көктеп шығамыз. Сол кезде бізде нақты жеңнің дұрыс отыруына себепкерлік болады. Дұрыс отырып, әдемі болып шығады. Мәселен, оны осылай томпиған әп-әдемі болып шықты. Бір жақ жеңіміз. Қазір енді екінші жақ жеңімізде машинамен бастырып шығамыз. Көктелген шеттерін бәрін. Көктелген шықтың бәрін дайындап қойдым. Ал енді астыңғы бөліктің қалтасын тігеміз. Бір бөлігі негізгі бөлік, бір бөлігі астар бөлік болып, екі кесілген шетіне тігеміз. Осылай әуелі ворстын қараймыз. Өзімізге керек шетін. Қалтаны тігу үшін жоғары жақтан төмен қарай 5 см түсіреміз. Содан кейін инелеп аламыз. Себебі ол жоғарғы жақ біз әлі бүріп тігетін боламыз, жоғарғы бөлігімен бірге. Мына астар бөлік қалтасын осылай келесі бетіне тігеміз. Ұзына бойы осылай бірінші біріктіріп тігіп аламыз қалталарын. Негізгі бөлігін және қазір енді астар бөлігін тігеміз. Екінші бетіне. Осылай. Оны да 5 см қалдырып, барып төмен қарай тігеміз. Сынауларды бір-біріне беттестірген уақытта осылай әп-әдемі болып шығады. Осылай тігілген шетті ашып, үтіктеп аламыз алдын ала. Содан кейін осылай теріс қаратып, жоғары жақтан тігілген жерге дейін, төмен жақтан тігілген жерден төмен қарай тігеміз. Одан соң қалтаның өзін айналдырып тігетін боламыз. Тігіп болдық. Келесі бетінде дәл солай тіктік.
Сонда осылай әп-әдемі қалта болып шығады. Астыңғы жағы астар, үстіңгі жағы астар, астыңғы жағы негізгі матадан. Сондықтан сұп-сұлу болып әп-әдемі болып шығады. Астыңғы бөлігін, негізгі матасын осылай жиырамыз. Бірінші бір сызық қылып тігіп алып, соны бағанағы жеңді тартқан сияқты қылып тартып жиырып алып, астыңғы бөлік пен үстіңгі бөлікті осылай қосып тігеміз. Сонда осылай әп-әдемі сұп-сұлу болып, сүп-сүйкімді болып шығады. Сәл-сәл бүрілген, жиналған алдарды. Ал енді мойындағы жағасын қосып алып, одан кейін астар бөлігі мен негізгі бөлікті біріктіреміз. Қалталары бар екенінде оншалықты көп біліне бермейді. Мына жерде біз уже жағасын орналастырып қойдық. Енді соны инелеп алғанбыз. Сол инелеп алған жағасын бастырып тігіп шығамыз. Бірінші әуелі ортасын тауып алып, ортасын біріктіріп алып, сосын тігеміз. Одан кейін астар бөлігі мен негізгі бөлікті осы мойын жаққа жағасының тігілген шетін астына қаратып тігіп аламыз. Сол кезде астар бөлігінің астында тігіс қалып кетеді. Осылай болып тігіс қалып әп-әдемі болып шығады. Тап-таза болып. Тігілгеннен кейін грубы болып тұрған шеттерін қайшымен қиып алып тастап, кішкене артықтау шеттерін сосын насечка беріп шығамыз. Осылай насечка береміз. Ойлап қалмаңыздар, тәу қайшымен қырқып тастапты, үлкен қылып деп. Жоқ, жағына тігіске дейін кішкентай ғана насечкаларды беріп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай. Арғы бетіне ешқандай тиген жоқ, кесілген жоқ тігісі. Осылай еркін мойын жағы ашылып тұруы үшін насечка жасалынады. Және шеткі екі шетін осылай инелеп шығып, біріктіріп тігіп шығамыз. Алдыңғы бөлігінде мен түймеліктің астына тұру керек болатын қосымшаны түйме жасамайтын болғандықтан, кнопка жасайтын болғандықтан, бетіндегі қақпақша ретінде қолдандым. Осылай шықты алдында. Және қазір ғана тігілген екі шетін 0,1 тігіспен астынан тігіп шығамыз. Бір бетіне қаратып, астар бетіне қарай қаратып. Екі шетінде тігіп шығамыз. Арғы бетін және бергі бетін.
осылай болып теп-тегіс болып шығады. Оны өтікпен бір басып жібереміз, сонда әп-әдемі болып шыға келеді. Көріп тұрғандарыңыздай теп-тегіс болып шықты. Жатық болып. Келесі бетінде солай істейміз. Ал қазір жең мен жеңін біріктіру үшін 1 сантиметрдей етіп астар жеңнің ұшын қырқып тастаймыз. Себебі бері бетіне шығып кетпес үшін, астына қарай кіріп әдемі болып көріну үшін. Екі жеңді де солай, екінші бетінде солай қырқып тастаймыз. Одан кейін өлшеп қараймыз. Жеңдерін кіргістіп. Өлшеп қарағаннан кейін дұрыс тұрғанына көзіміз жеткен соң бері қарай шығарып, оң бетімен оң бетін беттестіріп инелейміз дағыны. Астынан ортасынан бері қарай шығарып аламыз. Сөйтіп оң бетімен оң бетін беттестіріп инелеп, осылай айландырып шығамыз. Мына жерде сәл сөгіңкіріліп кетіпті, сол себептен кішкене бастырып тігіп жібердім. Ал енді біріктіру үшін оң жақ бетімен оң жақ бетін инемен белгілеп алдым. Келесі бетіне ортасынан бері қарай келтіріп алып, көріп тұрғандарыңыздай видеода оң жақ бетімен оң жақ бетін жеңді негізгі бетімен астар бетін біріктіріп инелеп аламыз да айналдырып тігеміз. Екі жақ бетінде дәл солай жасаймыз. Қазір мына жерде көрсетіп жатқандай айналдырып тігеміз машинамен. Тігіп болды айландырып. Бергі бетіне шығарып көреміз, оң қаратып. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бағанағы 1 сантиметр алып тастаған жеріміз ішіне кіріліп, тігіліп әп-әдемі болып көрініп тұр. Сіздер осылай жеңді қайырып та кигізте аласыздар. Олай да әп-әдемі болады. Одан кейін қолдық жағы ары-бері қозғалып кетпес үшін негізгі бөлікпен астар бөлікті орта жағынан астынан 1-1,5 сантиметрдей бір-біріне жақындатпай көктеп тігіп қоямыз. Сол кезде ары-бері жылжып кетпейтін болады. Және де жеңінің ұш жағын солай 1-2 рет көктеп тігіп қоямыз.
түйілген шетін тігілген тігістің ортасына кіргізтіп жібереміз. Видеода көрсетілгендегідей. Иненің артымен осылай тігістің ішіне өстіп түйілген жерді кіргізтіп жібереміз. Сонда ол өз байқалмайды қалады. Ол жер тігілген екен. Ал енді астын біріктіріп тігіп шығамыз. Ол үшін тегістігін бірінші қарап шығамыз. Тегіс емес, артық жерлер болатын болса кесіп алып тастаймыз. Менде алдыңғы қақпақша ретінде тұрған жеріміз кішкене тігіліп кетіпті астына қарай. Сол сәл ғана қиындық туғызуы мүмкін. Астын осылай тігіп шығамыз. Осылай астын бәрін тігіп шығып аламыз. Одан кейін алдыңғы бой астар жақ бетінен сөгіп аламыз. Бері қарай оң қаратып аудару үшін. Көргендеріңізде сөгіліп тұр. Себебі басқа жерден шығатын аударатын жер жоқ болғандықтан сөгіп аударамыз. Бұрыш жағы сәл сетінеп кеткен екен, соны қайта тігіп қойдым. Енді оңға қарай аударып жатырмын. Осылай оң қаратып аударып аламын. Ұшын шықпай қалып жатыратын болса, инемен немесе үшкірсатпен шығарып аламыз. Оң қаратып алғаннан кейін жаңағы сөгілген шетті ине жіппен алып тігіп аламыз, немесе машинамен де тігіп қойсақ болады. Мен ине жіппен тіктім. Ал енді бізде осындай нәтиже шықты. Назарларыңызға рахмет.